сәй халқы байрам еткен байраммен құттықтап отырға, бүгін бізді білуісі космонавтлар күні. Соның үшін байрам мұнан. Я мұны айтам енді біздің Дәулекен районында аэрокосмический школа ішлеп келе. Енді ел бізге бик батыр байрам, бізге бик қадірлі байрам. Ол мәктепте енді мен үйдің ұйыштыруға алып тұрғас, әйтмейінсі олдырдым. Hürmetli делегаттар, қонақтар, ұйыштыру ағзалары, бик көп сәлем берген Қырғызды халқынан, Қырғызды халқы бетін Дәулекен, Шишма районы ауылдарында яшай. Мен енді өзім Дәулекен районынан боларақ, Яңапар ауылынан болғас, әдіреккен Дәулекен районы Яңапар ауылы турасында информация беріп кетерім. Дәулекен районында 30 башқұрт ауылы бар. Соның үшін Мына мен өзім Яңапар ауылынан болғас, өзімнің ауыл турасында әлгіні әйлейм. Яңапар ауылында бүгін күні 720 йорт, сонда 4-7 кіші яшай. Мына бәлекейін ауылға, өзімде балалар бақсағала ішлей, 4 класты мәктепті ішлей. Ауылда енді халық бүгінгі күнге ярашлы етіп, дүния күдетіп етері керек. Башқұрт халқына ярашлы етіп, өз ишік алылы деп етері. Личный подсобный хозяйствоны занимасты. Мына осы халық ишік алдында 1000 ярым баш мал бар. Бұл ат қайыр малы. Ауылда іш жоқ деп бір кімде зорланмай. Әрбір ихата техника тұра. Мұна ұшы малды енді етек қарағанда 60 единствен техника бар. Халықты ишік алдында. 60 трактор деп айтыр екен, яуағына тілді еткенде. Мына ошо ауылдан 3 киши ит етіштіру мәжбүр. Алар енді үмәртәләп деп етірі керек. Батнағына 6 күнде бірер машина ит сығарыла ошо ауылдан. Әдеттегенде Яңапар ауылына деген Дәулекен районы, Әлшей, Шишма районы ауылларына ейіліп, мал шында ішкертіліп, шында Уфаға кетті. 10 ғайлы қайыр малы, хүт, қаймақ, творог ейіп халықтан тоже Уфаға кетті. 10 машина. 5 ғайлы енді көмертелеп, тамад етіштірі. Бұл енді тоже баларға сыққан ғайлелер деп етері керек. Мына ошы халық, şu ауылдан, ilkten сағат 5-тен башлап, 9-ға қәттік. Эшелон деп етекті, ғылдырып машина тиеп, товар сығаралар. Мұна неме деп етеген? Бұлар товарды қатып, алып қайтып халыққа ақса бере. Мұна шулай болғас, мен өзімнің ауылдың келесегі бардыр деп ұсанам. Ауылдан білдәлі кішілерін әйтіп кетмей болмaz. Бүгін енді күнің Сафан Яқшығовтығанда айттылар, мен әм тұжы әйтіп өтірге тілейім. Сафан Яқшығов мәғайбәтісі Мияке районда туғала, Яңапар ауылында ешеген, мәдресе ләу тұтқан, рус тілінен енді шағир, указның ұлла вазифаһын үттеген. Дәулекен районның администрациясы менен ярдамында башқұрт хәлдәре деген аның китабында сығардық. Бұнда енді финансировать етті Дәулекен администрациясы. Мына ашу Сафан Яқшығовтың ташын яңыртқанда бір Яңапар зияратына ревизия ханытты етері керек. Бұл ауылда әліктен оңған оқымышлы кішілер ешелі. Біліп тұру. Дағын айтып кетайымды білдәлі кішіс. Бұл Мияке халқына ағайынды тоже бик ғорланырға болады. Гайсин Шайхетин Мусиш. Ол енді Мияке районында первый секретар болып іштен заманында қолынан ауыл қозалы министрі болып іштен. 23 февраль, 2 март Мына 2 районның дин бойы ауыллары үш қатнашлығында өтті. 20 февральда енді волейбол, олар 15 команда еліп кетеді. 2 мартта енді әдегеде келінлер деген байрамды тәргедікті. Бұл байрамда түрлі яшты кішілер қатнашы. Бұл немекеге керек? Бұл бізде халық арасында ішлерге. Халық біздің бүгін күнні бұл байрамларға матур қарашта қадыр. Гармун байрамы өзіне бір түрлі матур байрам. Тоже керекли. Халықты біз мұна ел айланәхіне көз алдында не бермей бер. Олар аңма ішлей бер. Дин кегенде біз 3 yıl içinde 3 мәсет. İskiye valakla deyip мұна bayana bitmeye gençlik okşap da bitmene, iskiye valakta yamanlar. Valakı yıldı biz anda мұна 3 yıl içinde bik көп işler işleniyor. Anda мәсетті алып, мұна қарғы біз anda uyuşturuştuk, başlay bергенде көмектәшіп, işlep, бүгін күні мәсет işley. O мәсетті келіп, үйрендігі.
у бүгінгі біздің халыққа ярашлы етіп іштәрік бұдан. Мына 20 майда бұдандай ебіл бүтті Шишме районының динәхелләрін, старыстларды, ағинейлерді, мына шуларды Дәүләкән районынықын, 2 районынықын еп, үртәтәбіз. Алла өшті, несе кетіп мәсет ішлерге теш. Мәсетті халып қойуына түгіл, ол ішлерге теш қалы барағында. Харидун ауылындағы мәсет, ол ахын енді бұйыл бұдан ішкейі бәрі біз. Сакаловка ауылында, мына біздің Дәүләкәнында 2 мәсет. Алла өшті, ішке бұйыл біртін обязательный бәрі сәкпіз, 2 жылға. Мына ошы мәсетлерді түзігенде, сол ауылларда хаумығығыз ауылдаштар дейіп, оның артында еще хайрия концертін бірге қошып өткердік. Мына шындай матур ғына ішлерді алып барады. Қазір енді әйтейік, мына шу ішлерді ұйымғақлар үшін біздің основной байрам ейін өткерілі. Бай айтып өттер, мына рәшілерді, ол да біздің ейінде қатынашты. Бұл енді есеммен 15 елді мен өзіме шында сәлем программа кереге тұрды. Өзімнің иптәшлерімен ұйыштыру ағзаларыма кәңгешлескес, біздің бірінде шәжәрі, сабантой, өткермейбіз, не дегенде, біздің енді мұнда ейінде осы ауылларынан саттан қаяғына ешемәхін, қаяғына тұрмағын, олар қатынашала. Біз şu ейінде аларды білдәлі өтебіз. Шының үшін, мен енді сәлем передашында біз бірінші шәжәрі өткенме, ен өткері өтейіп, өте Башқұртстанға тағын бір байрамдан айтам, мына осы ейінде біздің салауат ифтарында қатынашқан Алпамыша деген кіші болған, аның қуаттың Сәлиме, екеуінде бірін қолға отыртқанда өтіргендер, Сәлимені үңгі менен қадап апарап динге батыр өтірген. Мына осы 2 кішінің біз аның призларын болдырдық. Біз біртіне күресшілерге береміз кубок, екісіне береміз топ қаттыңға қойғана болмаған бөлек сондай. Ол елда беріле тұрған болар. Тағын бір күні не қалды? Біздің август айында 20-інде Яшьләр байрамы. Ол тоже бик матур байрам байланды. Біз яшьләргә хут бердік өндәріне. Ей ода тутып атала. Мына студентлар, школьниклар, алар менен бергәләшеп матур байрам үткәрәбез. Ул сыл йыйынга айланды. Ул йыйын менән бүген көндә безнең Сактылар Башкорт диния назараты яшьләр оешмасы, Дәүләкән районының безнең мәсҗидтәге яшьләр оешмасы, без агрокультура мен үзем кәңәшләштек 20 августның бөтә Башкортстан яшьләре менән Алла үтә менә o проект дип әйтәгән бүген көндә и шуны үткәрәсәк. Без монда үзебезнең яшьләргә теләкләр теләп бергәләшеп яшәһеннәр, бөтә Башкортның киләсәге аларның кулында. Рәхмәт тыңлагансыз. Рәхмәт